Осы біздің ауыл, Достық ауылы әкімшілігі, Бескетік ауылы. Сельхозтехника бар, Бескетік ауылы бар. Сол осы азаматтар. Бұрынғы 3-ші интернационал ауылы, қазір Бескетік ауылы. Міне осы еріктілер, осы балдардың бастауымен, осы балдардың несімен жиналған ақша. Мақсат осы кешегі Мырзакенттегі зардап шеккен ауылға көмектесу жәрдем ретінде 1 миллион ақша жиналды. Осы ауыл бойынша. Соларға жәрдем беремін деп осы 2 күннен бері қызмет қылып жүр осы ауылдарға. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла тағала сансыз шүкірлер болсын. Мына азаматтардың, ауылымыздың биі бар, Аман ағамыз бар. Осы ауылдың азаматтарының себебімен, осы кісілер себепші болып, зардап шегіп жатқан ауылдарға жәрдем ретінде осындай мақсатпенен осы ауылымыздан осы азаматтарымыз осындай ақша жинап, қаржылай көмек беруші сондай береміз деген ниеттерменен бүгін 1 миллиондай ақша жиналып, соны сол жаңағы зардап шеккен ауылдарға апарып тарап береміз деген ниетте. Алла бұл кісілерден разы болсын, елімізге, жерімізге тыныштық Алла заман етсін. Айта кететін жай, Астанадан, Ақтау, Атырау, Каспий голдпен салып жатқан ақшалар келіп жатыр. Студент балдар, осы ауылдан шыққан жұмысшы балдар, сол жақта жұмыс істеп келе алмай қалған балдар. Олар да ақша жіберіп жатыр. Бұрынғы тұрып кеткендер бар. Солардың бәріне алғыс айтамыз, рахмет айтамыз. Алла разы болсын бәрі. Алла разы болсын. Әлі келіп жатыр. Бұл бастамасы әлі келіп, әлі жіберіп жатамыз. Зардап шеккен осы 5-6 ауыл болса, бәріне бірдей бөліп береміз. Бескетік ауыл, Достық ауыл әкімшіліктің балдары кәні біз біргеміз. Бәріміз біргеміз. Солымен сөздің соңында қосып кетейін. Мына қоғалыға, Краснушқа, дамбы көтеруге барлық осы біздің ауылдың азаматтары, жастар бір ауыз сөзді жоқ демей тастамай, барлық көмектесіп, дамбы құрысып, ат салысып, қызмет еткен мына азаматтардың барлығына мың алғыс айтамын. Сапарымыз оң болсын, Құда қаласа. Құда қаласа, жігіттер, жақсылы жаманды ел аузына күн туса, ауыздықпен су ішеді дейді ғой. Құда қаласа, бәріміз біргеміз. Мына ауылдың азаматтарына, ауылдың адамдарына бәріне рахмет. 1 миллион теңгені Құдай жақсылыққа жаратсын. Мына ауылдың азаматтары барып Қолма-қол бере. Ауылға рахмет. Бескеттік ауылы, бұрынғы 3-ші интернационал, Казсельхозтехника. Рахмет сіздерге. Сол ауылдың ақсақалдарына рахмет сіздерге. Бұл елдің арқасында болып жатыр бәр нәрсе. Дұрыс па жігіттер? Алла жар болсын. Ал, жігіттер. Біз біргеміз. Жақсы. Барлығы мына Достық ауылына интернет көмек келіп жатыр. Үлкен рахмет. Алла разы болсын сіздерге. Марат деген жігітке беріп жатырмыз. Үлкен қаражат жинап жатыр бұл жерге. Үлкен рахмет. Алла разы болсын. 200 мың теңге беріп жатырмыз. Болды, 200 мың болды. Жақсы. Біз біргеміз. Алла разы болсын, біргеміз. Аз да болса көпке көресіздер, мәке. Жақсы. Ағайындар, сіздер 200 мың теңге. Ауылдан қол ұшым созып, ауылдың атынан барлығында. Бар, ішкі бар ма? Қолдан келгенше көмек. Сырап болып жатыр. Бекерге қаржылай берсін, біз керек нәрсені өзіміз ала береміз бәрін есептеп. Телефон нөмірді айта салыңыз. 708 584 6700. Атың Марат. Қыдырбек. Өргемес ауылының тұрғыны. Суға сатқан жерлер. Бескетік елді мекені. Зардап шеккендерге жәрдем беріп жатырмыз. Осы Ғайбулла атыңыз кім? Исламға беріп жатырмыз 150 мың теңге. Есі елді мекен, барлығын арылы бір шеттен келе жатыр. Алла сабыр берсін. Біз сіздермен біргеміз, көрші ауыл. Көрші ауылымыз біргеміз. Сайға ортақпыз. Әйтеуір, балдардың барлығын ауылдан жинастырып, 150 мың. Мұндай
Есенгелді. Сол ауылдың Бескеті елді мекенінің биі. Мұны қазір бізді түсіватқан ақша, мұны өзіді бір неге жинап жатыр. Ертең мұны келіп жатқан өзімізді кейбір адамдарды несіге жағдайы өте нашар болғанда көмектеседі. Бұл жақта басқа бір недар қайырымды недар 20 миллион кешін жинаған бүкіл біздің недарды. 5 ауыл Жанатас, мұны Киров, Фердоуси бірнеше ауылға қазір бар орташа сол ақшаларын сол берген аманаттарын Алла берсін соған барады. Alhamdulillah ve salatu ve selam ala Resulullah. Allah Teala bu bergen apatda 3-4 avılga kalgan bu Allah Teala başka bizde elimizi nasip etmesin. Allah Subhanahu ve Teala bana istegen hayırlarınızı öz merimdeki buna kabuldagan bolsun. Yok bu açık kengişinizde Hürmetli adaylar, жаңағы достық ауыл әкімшілігінің Бескеті елді мекені бұрынғы Интер дейміз. Кассиогостехника Интер. Кассиогостехника Интер. Сол ауылдың биі Есенгелді деген жігіт бауырларымыз. Сол ауылды ұйымдастырып, осы су басқан ауылға келіп өзінің кішкентай да болса көмегін беріп. Осы балдардың арқасы, осы балдар Сол елдің жастарын ұйымдастырып, әйтеуір бір жұртқа жамау болса, осы елдің бір сәл несіне амалына ассақ деп ұйымдастырып, азнаулап, қаржысын әкеп жатыр. Әйтеуір мұң-мұқтажға жаратып пайдаланыңыздар. Жаңа тұрмысқа. Жаңа тұрмысқа 150 мың. 150 мың жаңа тұрмысқа беріледі. Сардaba мен Жеңіске 400 мың. 400 мың ақшам. Бір ауылдың көмегіміз. Біз де сияқты ауылымыз. Барын берді. Қайда болса пайдамыз тиісін деп істеп. Қайға ортақпыз деп. Егілі кісі. Сақал бар ма о жерде? Отбасыларың аман болсын айнымен шырағым. Су бәрекетін, от бәрекетін сақтасын. Әр уақытта денжінен сау болып, халқымыз, еліміз аман тыныштық болсын. Техника елінен 400 мың теңге сіздерге мұны көмек құда қалды. Ол жаңағы киім кешек, тамақ деген көп болып жатқан кейін біздер мұны ақшалай қаржылай 1 миллион теңге де İnşallah olmaz diyor. Жаратқан ем, мына жігіттердің беріп жатқан қайыр ихсандарын Алла Тағала өзінің дәргесіне қабілет етер. Мына ораза айында бұлардың үйішіне, отбасына береке бер, тапқан табыстарына береке бер. Ешқашан жаманшылық көрмесін бар. Жақсылыққа болсын. Жақсылық болсын. Ана есігі. Құда қаласа мынау жиған ауыл, жиған 1 миллион ақшаны бәріне тарқатып бердік. Бәрін ырзашылығын алдық. Бәрі ырза болып жатыр. Мен көріп жатырық жағдайларды. Жағдай өте ауыр. Адамдардың нелері, мыстарын бәрі түсіп қалған. Құда қаласа біз барғанда сәл күліп, жаңағыдай рахметін айтып жатыр. Енді ешкім басына салмасын, осындай қайғылы апат болып жатыр. Енді Құдай сақтасын. Алла сабырлық берсін осы елімізге. Осындай су басып жатқан елді мекендердің халқына. Қолдан келгенше барлық ауылдан біріктіріп әйтеуір жинап, тергеніміздің бәрін аманат тапсырып, өзіміз дұрыстап көріп өз көзімізбен мән-жайды. Халыққа қиын болып тұр жағдай. Барынша қол күшін көрсету қажет. Құда қаласа мына осы жұрттың аудан ауылдардың бәрінің қайғысына ортақпыз. Құда қаласа Алла сабыр берсін, жақсылықта болсын. Құда қаласа мына қылған ниеттеріміз қабыл болып, мұратарымыз асыл бола берсін. آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تؤثر ربي تمم بالخير اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأفعال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات تحرون بها من جميع السيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الموت وهو على كل شيء الله سبحانه وتعالى
elimizge, jerimizge tinchlik, basamandlik nasip etsin. Allahu akbar. Barimizge rahmat. Biz birgemiz. Birgemiz.